Бүгін сіздерге кекс пен панчикті қалай пісіру керектігін көрсететін боламын. Дәл осылай пісіріп жақындарыңызды қуанта аласыз. Аллахтың қалауымен жұмсақ болып шығады. Бұның бір дәмін көрсеңіз басқа кекс пен панчикті жемейтін боласыз. Бірінші біз құрғақ ыдысқа ұн мен разрыхлителді електен өткізіп аламыз. Басқа құрғақ ыдыс аламыз. Айранды құямыз. Мен қолдың айранын қолдандым. Кез келген айранды қолдануға болады. Қантты саламыз. Бөлме температурасындағы суды құямыз. Сұйық майды құямыз. Жұмыртқаны саламыз. Миксер болмаса қасықпен араластыруға болады. Миксердің ең төмен жылдамдығына қосып қант ерігенше араластыру керек. Дайын тұрған ұн мен разрыхлителді саламыз. Осылай мен қасықпен араластырып алам. Миксерді бірден қоссам ұнның бәрі шашырайды. Сол үшін дәл осылай істеп алам. Менде осындай кекс, панчиктің формалары бар. Соларға қатты толтырмай құйып шығам. Панчиктің формасын міндетті түрде майлаймыз. Жиырма 30 минутта 180 градуста пісіріп аласыз. Егер пешіңіз күйдіріп жіберетін болса, градусын азайтасыз. Осындай бір ыдысқа су құйып қайнатамыз. Басқа бір ыдысқа шоколадты салып қайнап жатқан судың үстіне қоямыз. Солай шоколадты ертеміз. Кішкентай қасықпен сұйық майды шоколадқа құямыз. Астындағы су қайнап жатқасын буланып дұрыс көрінбей тұр. Еріген шоколадқа панчиктерді батырамыз. Бетін өз қалауымызша сәндеуге болады.